Сәлем достар, біз бүгін Майнкрафт ойынында осындай дәу үйімді жалғастыратын боламын. Мен осы жаққа қала бүгін тұрғызамын, бірақ қаланың келесі бөлімінде тұрғызатын болам. Сіздер қазір лайк басып, каналға тіркеліп істей беріңіздер. Мен қазір наяқ жасайық. Мен шатырына келдім, бірақ шатырын кішкентай қылам. Неліктен десеңіздер, бұл үй совсем үлкен, іші де үлкен. Міне іші осындай. Арасы коридорға гүлдерді қоямыз. Мынаяқ әжетхана, мынаяқ ванна, мынаяқ қол жуатын бөлме. Сондай. Мен барып стеклоларды алайын. Осы жерге қоямыз. Осы жерге қоямыз. Опа. Ешқандай жоқ. Ана жақта жоқ. Кеттік. Осы бөлімде дүкен, супермаркет, соларды соғамыз. Ал келесі бөлімде біз үлкен ғимараттарды соғамыз. Сосын үлкен екі этажды үйлер, әртүрлі заттарды соғамыз. Сол үшін лайк басып, мені қолдап отыра беріңіздер. Грават тастаймыз. Мен келесі бөлімде ініммен қосылып ойнайтын боламын. Негізінде алдында неше Майнкрафт түсіріп тастаған тұғымын, бірақ олар салынбай қалған. Сосын өшіріліп кеткен, сондай болған. Бұяқа істемейміз. Сол үшін мен оларды істей алмадым. Енді бұл видеоны саламын ютубқа. Опа. Ана. Опа. Соғамыз. Опа. Мына жақта терезе бар. Бұны қазір есіктерін қойып шығайын. Қандай есік қойсам болады екен? Үйдің ішіне ақ есік қоя берейік. Ай, түсіме қалды. Опа. Опа. Бұл үшін кешіріңіздер. Темір есіктерді. Темір есік емес. Бұлай есіктерді қоя берейін. Опа.
мен енді видеоны азанда түсірмеймін, өйткені енді менің сабағым азанда болады. Алдында енді бір влог түсіріп бастап жатқан, сосын түсіріп жатқан бала үйіне қайтып кетті. Сол үшін де ол влогты түсіре алмай қалдым. Кеттім. Мындай жасаған негізінде жаман екен. Мен түсініп кеттім, кезде жасалынбай қалып. Опа, біреу бітті. Енді қандай блоктермен жасай салайын. Шаршап кеттім. Қазір кеттік. Şimdi блоктарды қойып істеп кетсей. Отменно. Şimdi videonun ara isterim. Kravat koymak sanki. Kravat koymak ekan. Шатырды бітірейін деп қалғанда видеоны қосатын боламын. Өйткені маған қазір видео монтаждау қатты қиын болып кетеді. Bu енді стопқа қоямын. Ал енді достар, біздің үйіміз бітті. Осымен видео аяқталатын болды. Ал енді ішіне келесі бөлімде заттарын қоямыз. Қазір 2-3 сағаттан кейін тағы да бір видео түсіремін. Ал ендеше сау болыңыздар.